Qadırlı qonaqlar, ырчылар қатар-қатар ырдап атат, аябай елдер қол чаап атат, ырчылар қарап тұрып, мен дағы ырдағым келіп кетті. Мындан 15-20 жыл мұрда ырдаған ырым бар демауында. Азырқы заманға тиешесі жоқ, бірақ 15-20 жыл мұрдағы заманға тиешесі бар ырмауындайлы да. Алатоға қырғыз қонғанда, айланып сен жылдыз бұр-бұрға, сел саяқтар абдан көп болат, сақ оқшаған опшидандырды. Бишкегім, бұр-бұрым батырақ оңдачы жалдарыңды, тадағы талықтар бар албаған, тақтачу сен юбилей тойларыңды. Алдыңыздарда азырдағы бір жігіт ырдайт. Күлкілері 3 пұштық, өзі 4 пұштық Эмил Алимов. Эмил Алимов. Бүгін аял саты көп келістер, аял саты бар болғыла, өміріңіздер ұзын болсын. Біз еркектер айтамыз, аялдар күшті деп. Еркектер емес, аялдар күшті екен, әке. Кіріп болып қалса, еркек кіші жатауы жатпай бі? Жатып қалады. Аял кіші жатпайды, бечера муырдағы, қиналып атсадағы, қой үйдегілер ашқа қалып қалбасын деп, чүшпірі түйіп атқан, манты түйіп атқан, қамыр қылып атқан. Ошон үчүн да тамагыңар даамдуу экен да. Биз эркектер аны билбей эле тамагың даамдуу экен деп ура берет экенбиз. Көрсө тамактын даамы. Көрдүңүзбү акем эмне жеп атканыңызды? Кече ушул сөздү айтсам алды да бир акем инте туура айттың. Ошол тамак жеген сайын шор болот деп коет. Лайым өміріңіздер ұзын болсын, ешқачан жаманды көрбеңіздер. Күлгөндүн билгени бар дейт. Дайыма жылмайып жүріңіздер, жылмаюдағы садаға. Мен эми бүгүн негизи өзү эстрадамен ырдап берем дедим эле. Кечегинде бир жерде эстрадамен ырдадым. Эл аябай кол чапты. Ачык эле айтамын, голосуму жазып фонограмма кылдырып койдум эле. Bir жакшынакай эле ырым башталды. Эл кол чаап, сонун эле турду. Бир маалда музыка коюп аткан бала ырымын үнүн көтөрөм деп, ырымы түрдүрүп берип, ырым тыпы-тыпы деп, мен жетишпей. Жок, турдум. Кудай берген бет бар. Мен турдум жакшынакай эле былтый, просто кол чаап аткан эл өлө уят болду. Ошондон кийин фонограмма ырдашы коркунучтуу болуп калды да. Мага кайсы ырлар жагат, ачык айтайын туугандар. Мага эски ырлар жагат. Акелер, эски ырлар кандай керемет. Эски ырлардын маңыз мазмуну өтө күчтүү болгон экен. Мына өзүңүздөр билген 60 Кадыров агайыбыздын Жылмайып деген ыры бар, Bir куплет, bir строчка чогуртайлы да мындай. Жаныңдан өтсөм. Караңыздарчы, кандай сонун. Жаныңдан өтсөм жылмайып. Ырдын маанисин карасаңар, жанына өтсө жылмайып атат. Себеби ал убакта кредит болбогон. Азыр кокус келип эле жаныңга бир тууганың келип эле жылмайып калса, апайым, мага эмне болду? Жылмайып калды, акча сурайбы? Шек санап калдык да. Эски ырлар кандай керемет аке, Дагы бир ыр эсиме түшүп атат мында. Бир бетиң өпсөм. Караңыздарчы, кандай ыр менен түшүндүрүп атат, Bir бетиң өпсөм, bir бетиң калып атат деп. Азыркы акелер 40-ка 50-ге жетпей ооручан болуп атасыздар. Байкап атасыңарбы? Эмне үчүн? Себеби азыркы жеңелер бетине китайский химикаттарды чаптап, акелер алардын көңүлүн көтөрөбүз деп өүп атып, ууланып атабыз. Аялдар эмне үчүн ууланбайт? Себеби аялдар бири-бири менен өбүшүп учурашканда фонограмма кылат, оозун тийгизбей. Кандай подружка? Анткени билет ууланып калышын. Жаштар. Негизи жашоодо ошондой бар экен да, табият ошондой экен да, өзүм. Мына байкап көрсөңөр, эски ырлардын маңыз мазмуну кандай керемет. Мына өзүм устатым Рахман Разыков. 61-ге чыкканда ушул ырды ырдаган. Bir куплет чогурдай ушундай. Аба салкын түн ортосу ай жарык. Бирге бастык багар алап айланып. Таң қаласың да 61 кишиге бақта түн жарында пішіріп қой тұрбы деймін да. Мен сен жаққа ықтадым,
Пучағыман шықпадың дейді, айланайын. Рахман разығы 130 килограмм шығады әлі. Басып қалса шықпайды да. Ғыр деп атабыз, ғырға мани берген адам жоқ. Мына азыр жаштардың ұрлар, таңғаласыздар бі? Кеше Фарида Қарбосованы бір концертте көріп қалды, менде ұрды атады. Дағы, міне дағы. Ғырға мани берген адам жоқ. Мына Асема деген, таныстыра бұл салқында. Жашына қайырдап келеді екен да, ұрдың ортасына келгенде, қандай кереметсің, ақ дейді. О, қашай ғыр-ғырың менен. Ғыр деп атады, ғырға мани берген адам жоқ та. Мына Мирлан Байеков, қызыл өрік, сүйіп қалдым мен сені көріп дейді. Айланай, мөменді адам сүйеу. Сүйіп қалсаң жеп қой. Ғырға мани берген адам жоқ та. Ғыр деп өлі ғырды отасына татаулан, сөздеріме түшінбесең, чын жүректен бәрі бір, көзін көрбесе бәрі бір да. Қырғызда мақал бар, көзін көрбесе арқаң бөрі жесін деген. Мына, Роза Эчебестің бір ұры бар, ұққан болсаңыздар. Мына башқаша ғой, мен саға, қараче, мен саға тарынғым келет деп алдын ала айтып атады. Азыр қоқыс тарынсын, тарынсан тағанға бар дейді. Таң қаласында ескілер қандай керемет сонынырлар болған. Ошон үшін ескілерді жақсы көрем. Азырнағы сіздерге ұшыл уақыттан пайдаланып сұрай берем. Кім қайненесін жақсы көреді? Күйеу балдар бар бі? Қол көтергілі. Қайненесін жақсы көрген күйеу балдар. Анық бі? Азыр беқа кел. Неме? Мықтыбек. Келгін. Маға кішіне фон беріп тұрған, кішіне көмес. Азыр мен сіздерге қайненесін жақсы көрген күйеу баланың башынан өткен оқиясын айтып берем сіздерге. Кішіне фон беріп тұршы, эффект деп қоймдай, қайғылы, мақұл бі? Қайненесі күйеу баласының үйіне келіптір. Түнгі саат 3 ешікті қылдаптыр. Күйеу баласы жүгіріп барып ешікті açса, қайненесі тұрған емес. Түнгі саат 3 күйеу бала чочып кетіптір. Апа, түнгі саат 3-те емне қылып жүресіз? Көчөдегі алкаштар сізді ұрып өлтіріп қойса емне қылам? Иттер талап өлтіріп қойса емне қылам? Мейлі қайнатамға жашап кетер. Мейлі қызыңыз жашап кетер. Бирок мен сіздің күйеу балаңыз болсам дағы, сізді мен өз апамдай жашы көрем, апа. Мен сізсіз қантип жашайым. Түн жарымда көчөдө жүрбең, үйіңізге барың деп еш жауап кирип кетти. Құдай сақтасын, ошондой күйеу балдар. Болды, ойлан, болды. Жауап кирип кеттир дедим мен. Енді сосы дағы тарс еткен бары тамаша азы местерге ескірлерден бір куплет ырдап берем. Фонограммасы жоқ, дағы түріліп кетті ит болбайын. Ескірлер Керім Тұрапов ағайымыздың туылған жерді сағыну бір куплет. Оқшысын қол чабасыздар. Оқшыс болса, ин чупай қойса мен секін өз біліп кіріп кетем. Бола ғой? Кеттік анда сіздер үшін туылған жерді сағыну. Ревер. Қылымдардан қылым қарытып, жылғалардан сусы ағылып, бал таттыған татты қымыздан, туылған жердің сусын сағындым. Жүрсем дағы алыс арадан, ата жұртым кетпейді санамдан. Үйір жылқы айдаған атам қонғын жұртты сағындым. Оқшаш кетті бе?
Көгөй менен күнгөй тоосунан бол шаңшып көкөк сайраган ышкын терип асказосунан жүргөн күнүм эстеп сагынам жылаң айлак чырпык ат минеп жылгалардан тунук суу кечип балтырымды тилип карагай балалыгым эстеп сагынам апам жапкан нанды сагынам